Жапония жер шарындағы керемет және таң қалдыратын елдердің бірі. Күншығыс елінің нанотехнологиялары таңғажайып жолмен ежелгі дәстүрмен ұштасып отыр. Сіздердің назарларыңызға Жапон елі жайында қызықты фактілердің топтамасын жасадық. Жапон еліне саяхатқа бірге аттанайық. Жапон халқы өз тілдерінде екі сөйлем болсын айта алатын шет ел азаматтарын қатты сыйлайды. Олардың ойлауынша жапондықтардың тілі үйрену үшін ауыр тілдердің бірі. Тіпті үйренуге мүмкін емес. Ең ауыр балағаттауыш сөздер ақымақ және есуас болып есептеледі. Жапон тілінде ақымақ адам бака болып оқылады. Жапондықтар әрдайым тамақ жайында сөйлеуді ұнатады. Ал ас ішіп отырғанда оның дәмді болып шыққаны жайында бірнеше рет қайталап айтпасы әдепсіздіктің белгісі деп есептейді. Жапондықтар ең адал адамдардың бірі деп санауға болады. Егер сіз абайсызда әмияныңызды түсіріп алсаңыз, үлкен ықтималдылықпен сізге әмияныңызды қайтарып береді. Жапония жерінде жылына шамамен 1000 мәрте жер сілкінісі болады. Жер сілкінісі кезінде тонаушылыққа бой алдырмайды. Не себептен екенін осының алдында айтып өттік. Жергілікті полиция қызметкерлері әлемдегі ең адал және шыншыл адамдар. Оларға пара беріп құтылу мүмкін емес. Егер майда заң бұзушылық болса, бака болып көрініп жіберуін сыпайы түрде сұрасаңыз болады. Токио әлемдегі ең қауіпсіз қалалардың бірі саналады. Мысалға 6 жасар балалар өз бетімен қоғамдық көліктерді қолданады. Жапон халқы тым еңбексүйгіш. Олар 18 сағат бойы асқа көңіл аудармай жұмыс істеуі де мүмкін. Оларда тіпті кароши деген арнайы сөз бар. Бұл сөз тыным таппай еңбектенгендіктен мерт болу деген мағынаны білдіреді. Бұл диагноздан Жапонияда жылына 10 мыңға жуық адам мерт болады екен. Жапондықтар үшін жұмысқа дәл уақытында келу дұрыс емес болып саналады. Олардың түсінігінде жұмысқа кем дегенде жарты сағатқа ерте келу керек. Жапонияның солтүстік аймақтарында орналасқан қалаларында жолда жатқан қарды тазаламайды. Оған себеп көшелерінде арнайы жылытатын қондырғылардың болуы. Сол себептен көшелерде көктайғақ мүлде болмайды. Жапондықтар үшін абырой үлкен рөл атқарады. Мысалға алғанда, соңғы премьер-министр Юкио Хатаяма өз еркімен қызметтен кетуін өтінді. Оған себеп алдына қойған мақсаттарын орындай алмауы. Жапония империя титулын сақтап қалған елдердің бірі. Бұл династия ешқашан үзілген емес. Елді басқарып отырған император Акихито Жапон елінің негізін қалаған император Дзиммудың тікелей ұрпағы. Осы жылы Жапон елінің құрылғаны 2671 жыл болды. Жапон тілін жазудың 3 түрі бар. Хирогана жапон сөздерін жазуға арналған, катакана басқа тілдерден енген кірме сөздерді жазуға арналған және канзи. Канзи Қытай тілінің иероглифтері. Жазылуы бір болғанымен оқылуы әртүрлі. Жапония моноэтникалық ел болып саналады. Халықтың 98,4% жапондықтар. Бұған себеп Жапонияның жабық есік саясатын ұстануында. Осының арқасында жапондықтар елдің тек моноэтникалығын ғана сақтап қалмай, өздерінің салт дәстүрлерін толықтай сақтап қала білді. Жапония конституциясының 9 бабына сәйкес елде әскер ұстауға тыйым салынған және соғыстарға қатысуға болмайды. Якудза Жапониядағы ұйымдасқан қылмыстық топтардың бірі. Олардың айқын және ерекше сипаты денесіне салынған татуировкалар. Дрифт, достар. Бұл көлікті жүргізу стилінің отаны Жапония. Алғашқыда бұл спорт түрі қауіпті болғандықтан заңсыз болды. Алайда дрифт пилоттары таулы аймақтарда орналасқан жолдарды өз шеберліктерін шыңдаумен айналысуын тоқтатпады. Қазіргі таңда бұл автоспортқа айналып өз көрінісін тек Жапонияда ғана емес, басқа да елдерде тауып отыр. Егер Жапонияға барып жатсаңыз, мына жерлерге міндетті түрде баруыңыз керек. Сакура ағашы жапондықтардың ұлттық рәміздерінің бірі. Жыл сайын Жапонияға басқа елдерден туристер сакура ағашының гүлденуін көру үшін келеді. Жапондардың тілімен айтқанда, ханами. Ұлттық Мирайкан мұражайын Жапонияға қыдырып келген әрбір турист көруі керек. Бұл мұражайдың ерекшелігі робототехника, медицина және ғарышты зерттеудегі жетістіктер көрсетілімге ұсынылған. Ал болашақ мұражайының басты жетістігі және мақтанышы Асимо роботы. Ол баспалдақтармен көтеріліп, доп теуіп, адамдармен сөйлесе алады. Гейша жапон тілінен аударғанда өнер әйелі деген мағынаны береді. Олар өз клиенттерін би билеп, өлең айтып, аспаптарда ойнап, ләззатқа батып дем алуын қадағалайды. Гейшаларды жезөкшелермен шатастыруға болмайды. Олар интеллектуалды, өз сұхбаттастарын кез келген тақырыпта қолдау көрсетіп, әңгіме қозғай алатын өнер адамдарының бірі. Сумо жекпе-жек күрес түрі. Екі сумоист бір-бірін дөңгелек шеңберден итеріп шығарып жіберуі керек. Ежелден бастау алып келе жатқан салт дәстүрлердің бірі болып саналады. Күресуді бастамас бұрын әрбір сумоист белгілі ритуалдан өтеді. Егер сіз Жапония
Жапонияға отбасы мүшелерсіз саяхатқа аттансаңыз, міндетті түрде капсула тектес қонақ үйде түнеп шығуыңыз керек. Бір түндік бағасы 20 евро. Фудзи, басқаша айтқанда Фудзияма, Жапонияның ең көрікті жерлерінің бірі. Көптеген туристер арасында Жапонияға тек Фудзияманы көру үшін ғана келетіндері де бар. Әрбір жапондық Фудзи тауына бір рет болсын шығуды армандайды және азаматтық борышы ретінде көреді. Фудзи тауы жер шарындағы сөнбеген жанартаулардың бірі. Жапония салт дәстүрге бай және терең тарихы бар ежелгі елдерінің бірі. Барып өз көзімен көруге тұрарлық жерлер өте көп. Бұл елге таңдана қызығушылықпен көз алмай қарай беруге болады. Технологияның дамуымен бірге ежелгі салт дәстүрді сақтап, гармонияны ұстай білген ұлы халықтардың бірі. Біздің Жапонияға деген саяхатымыз осымен аяқталды. Егер бұл видео сізге ұнаса, лайк басып каналға жазылуыңызды сұраймыз. Осы канал жайында достарымызға және жақындарымызға айтуды ұмытпаймыз. Жаңа видео аптасына кем дегенде 2 рет шығып тұрады. Егер келесі шығарылым не жайында болатынын таңдағың келсе, онда біздің ВКонтакте парақшамызға жазыл. Ол жерде дауыс беру арқылы әр айдардың келесі шығарылымын таңдай аласың. Ал қазірше конкретика айдарының жақсы істердің топтамасы шығарылымын қара.